Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар біз осындай өте қытырлақ әрі әдемі болып шығатын круассаны дайындайтын боламыз. Барлық құрамдары описанияда болады, менімен бірге болыңыздар. Видеода көріп отырғандарыңыздай, круассаны өте қытырлақ әрі дәмді болып шығады. Сіздер оның ішіне салатын құрамын, яғни начинкасын өзіңіз ойлап тапсаңыздар болады. Бұл видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Бізге керектісі құрғақ аштықы, қант, тұз. Мен жұмыртқаны сарыуыз мен ақуызын бөліп алдым. Біз қазір осы сарыуызды круассанның бетіне жағатын боламыз. Бөлме температурасындағы сары май, сүт, су, ұн. Ең алдымен біз ыдысымызға, осындай тереңдеу ыдысқа ең бірінші сүтімізді құйып аламыз. Одан кейін суымызды құямыз. Құрғақ аштықымызды саламыз. Оның үстіне қантымызды, тұзымызды саламыз. Барлығын жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Енді осы ыдыстың бетін пищевой пленкамен жауып, шамамен 30-40 минутқа қойып қоямыз. Біздің бетіндегі дрожж ісіп көтерілуі керек. Мінекей шамамен осындай болып жақсылап көтерілуі керек. Енді біз осының үстіне жұмыртқамызды салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сұйық майымызды құйып жақсылап араластырамыз. Ұнымызды саламыз. Қамыр болуға бұл ұн жеткіліксіз болуы мүмкін, оның үстіне кішкене ұн салсаңыздар болады. Осындай өте жұмсақ қамыр бізде дайын болды. Енді біз осының бетін қайтадан пищевой пленкамен жауып қойып, шамамен 30-40 минутқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілуі керек. Отыз минут өткеннен кейін менің қамырым осылай көтерілді, өте жұмсақ, жақсы көтерілді. Бұдан да көп ұстасаңыздар, ол жақсы көтеріледі. Және де жылы жерде тұруы керек, ең бастысы. Енді біз осындай тақтайға осылай үлкен етіп қамырымызды жайып алып, оны бөліктерге бөліп шығамыз. Әр бөлінген бөлікті осылайна дөңгелек етіп, бірдей формада жайып шығамыз оқтауменен. Одан кейін осы дөңгелек қамырлардың үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды жағамыз. Осылайнан видеода көрсетілгендей етіп қамырды үстіне қоямыз. Видеода көрсетілгендей етіп қолымызбен басып оқтауменен жайып шығамыз. Шамамен 3 мм болу керек. Енді осылайнан 3 бұрышты етіп кесіп аламыз. Енді осының ішіне мен сгущенка жақтым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша жақсаңыздар болады. Осындай табаға қазір біз круассанларымызды пісіретін боламыз. Мен осы табаға осындай пергаментпен қағаз төсейтін боламын. Бұл өте қолайлы. Сіздер сатып алсаңыздар болады. Мен сіздерге кеңес беремін. Өте ыңғайлы және де бүлініп қалған жағдайда оны сүртіп алуға болады. Табаның
дәл размеріне келеді. Міндетті түрде алыңыздар. Енді біз банағы сары уызымыздың үстіне кішкене сүт құятын боламыз. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Біз қазір осыны круассандардың бетіне жағатын боламыз. Жұмыртқалы массамызды круассандардың барлық беттеріне жағып шығамыз. Біздің круассандарымызды 180 градуста 40 минутта пісіреміз. Мінекей достар, бізде осындай өте дәмді әрі қытырлақ круассандар дайын болды. Міндетті түрде бұл видеоға лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және де достар, менің инстаграмыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.